Баршаңызға қайырлы күн. Балалықтың балдамы осындай орешектерді дайындайтын боламыз. Керемет дәмді шығатын болады. Менімен бірге дайындаңыздар. Осындай жұмыртқаға шекерімізді араластырып аламыз. Жақсылап араластырып шекеріміз мен жұмыртқамыз жақсылап араласуы қажет. Мінекей осылай араластырып аламыз. Содан соң еріген сары майымызды құйып аламыз. Шығарып қойыңызға болады, немесе водяной баняда ертіп алуыңызға болады. Осылай майымызды ертіп, тағы да былғайтын боламыз. Мінекей енді ұнымызды ситадан өткізіп алып, қопсытқышты қосып аламыз. Қопсытқышымызды қосып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Ұнда 50 грамм артық немесе кем қосуыңыз болады. Оның өзінің массасына байланысты кішкене қолға чуть-чуть қатты жабысса, тағы кішкене ұн салуыңызға болады. Мінекей осылай бастайды. Мінекей ұнымыз осындай болып шығады, жұмсақ. Тестамыз осындай болу қажет. Енді кішкене тоңазытқышқа 10 минутқа салып аламыз. Мен басында 8 граммнан өлшеп осылай салдым. Онымен 8 грамм 5, 10 граммнан өлшеп салған дұрыс екен. Бейді жанына шығып, жаңағы орешкеміз піскен кезде жанына шығып, сөйтіп тұрған жақсы. Жанына шықпай қалса, әдемі емес болып кетеді. Әйтеуір жанына шықсаңыз, қаспен қырып әдемілейсіз. Мінекей осылай бірінші газға пісіретін менде. Мамамдікі өзім осындай газға қыстырып алып, ішіне сұйық майды жағып жібереміз. Содан соң салып шығатын боламыз. Күйіп кетпесін деп қарап отырамыз. Мінекей осылай жанына шығып тұрған жақсы негізі. Енді қыздырып, жаймелеп осылай піскенін қарап отырамыз. Ауыстырамыз осылай. Мінекей орешкілеріміз пісті. Осылай бәрін жинап алып, содан соң бәрі піскеннен кейін жанын осылай істеп шығатын боламыз. Мен пока екіншісі пісіп жатқан кезде жандарын жаймендеп осылай әдеміледім, жаймендеп алып. Одан да осылай жанына шығып тұрсын, жетпей қалғанша жанына. Жетпей қалса әдемес болып тұрады. Шықса әйтеуір қырып алып тастайсыз. Мінекей бүкіл орешкімді әдемілеп дайындап қойдым. Енді вареный сгущенкамды салып осылай шығатын болам. Мен дөңгелек қылып істедім. Осылай дөңгелек емес, тек қана осылай жағып, бетіне греческий орехты салып қойсаңыз болады. Менде үйде греческий орех болмай қалды, сондықтан екі жағына да салып дөңгелетіп жасадым. Менде бір банка сгущенка жетті. Хоть екі жағына да салсам да. Іске мінекей жалғап, осылай жандарын жағып, осылай істедім.
менде каждые бір 24 орешкидай шықты. Ішінде онша еместері алып тастадым. Баршаңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіз.